Таң атқалы тұрмыз, таң атқалы. Қазір міне енді 1-2 сағатта бітеді мына көмір. Өсі 3 километрден де артық. Петропавлдың көп тұрғыны бүгінгі күнді көмір кезегінде тұрып өткізді. Қалада сұранысқа ие Шұбаркөл көмірі әкелінгені сол еді, жұрт талап әкетіп жатыр. Олар қалаға жеткізілген 10 вагон отын жетпей қалады деп мазасызданып жүр. Зейнеткер Жақсылық Жақсыбаев көмір алу үшін кейбір адамдардың көлік ішінде қонғанын айтады. Үйде кішкентай балаларымыз бар, үйде көмір жоқ. Енді бар көмірге қолымыз жетпей отыр. Кеше қымбатшылық. Телевизордан айтады, ой жіберіп отырмыз деп. Міне келген көмірден уже мінеке 7-8 вагон уже бітті. Таңертең 7-тен кете келдік, мінеке тұрмыз содан бері. Әлі тие ме, тимей ме бізге? Ан жақта еще 60-70 машина тұр, жолда көріңдер өздеріңіз. Ерғали Қаратаев күздің ортасынан бастап ешбір жерден көмір таба алмағанын айтады. Жаз айынан бері қалада көмір тапшы дейді. Үйінде немересі тоңып жатқан зейнеткер түннен бастап кезек күткен. Міне 15-нен бері жүрміз, міне көмір жоқ, күнде келеміз. Түнді осының басында жаттық, міне мәшine ішінде жылтып. Үйде немереміз бар, үй отын жоқ, отын бар, енді көмір жоқ. Көмір міне уже қанша тосуға болады енді, міне совсем надоел қылды өзі. Валентина Филиппова 2 баланың анасы, екінші топтағы мүгедек. Таңғы 5:30-нан бастап кезекте тұрғанын айтады. Балаларымды ата-әжесіне апарып тастадым дейді ол. Көмір күтіп жүргендеріне 3 апта болыпты. Чем топиться? Пеш жағатын ештенем жоқ, не жағам. Қазір сағат таңертеңгі 6-дан бастап көмір күтіп отырмын. Қалай болатынын білмеймін. Не істесеңіз де өзіңіз біліңіз, біз күтпейміз дейді. Қалай алатынымды білмеймін. Машинамыз кезекте тұр. Там стоит машина в очереди, не знаю, что делать. Тұрдоғылы жеке кәсіпкерлігі көмірдің тоннасын 13 000 теңгеден сатып жатыр. Мекеме басшысының орынбасары Бақытжан Тұрмағанбетовтың сөзінше, бұларының қоймасы қаладағы көмір сататын жалғыз ғана орын. Ажиотаж көмір енді вагондар жетіспейді кейде. Пустой вагондар жоқ. Сосын кейін мынау осындай ажиотаж болып қалады. Бір 2 жұмадай көмір болмай қалады да. Соның осындай халықтар нетеді, кішкене жиналып кетеді. Бастады ғой, таңертеңгісін бастады, қазір түстен кейін бітіп қалады. Өз жүреді осылай, алып кетеді халық. Жергілікті билік көмір тапшылығын мойындап, бұл жағдайда аймаққа көмір жеткізетін вагондардың жоқтығымен байланыстырып отыр. В области на сегодняшний день есть 26 000 тонн угля. Облыста қазір 25 000 тонна көмір бар. Дегенмен Петропавл қаласында көмір жетіспеушілігі байқалып отыр. Ол вагондардың жетіспеушілігінен. Бұл мәселе бойынша Қазақстан темір жол компаниясымен ақылдастық. Енді Петропавл қаласына Шұбаркөлден күнделікті 10 вагон көмір тасымалданатын туралы келісім бар. Будет отправляться по 10 вагонов ежедневно. Ресми ақпарат бойынша 2017-2018 жылдары Петропавл тұрғындарына 410 000 тонна көмір қажет. Қазірше тұрғындарының 65% көмірмен қамтылған. Аймаққа әлі 140 000 тонна көмір жетіспейді. Нұргүл Алина, Азамат Жанғатов, Азат Ньюс.